Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Сіздермен Айған Зылпиева. Бүгін ауыл олимпиадасы бойынша ауыл мектептерінің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың бірінші, яғни бастапқы кезеңін талқылайтын боламыз. Енді бұл 10-шы сыныпқа арналған 1 балдық сұрақтар, 1 мен 15-ші сұрақтар дейді. Бұл жерде әрқайсына жеке-жеке балл берілген, яғни 1 балл, 2 балл, 3 балл деген сияқты. Бірінші сұрақтан бастаймыз. Төмендегі бөлшектердің қайсысында протондар, нейтрондар және электрондар саны әртүрлі? Бұл жерде натрий болады. Екінші, З элементінің атомдарының жұпталмаған 6 электроны бар. З элементі қандай болуы мүмкін? Бұл жерде хром. Осы атомдарының қайсысы электротегістілігі жоғары, яғни хлор. Этен күкірт қышқылының қатысуымен су буымен әрекеттеседі. Бұл қандай реакция? В, яғни қосылу реакциясы. 5-ші, сұйытылған азот қышқылы темірмен әрекеттескенде ол түзіледі. Бізде А болады, яғни NO. 6-шы сұрақ. Қандай күкірт қосылысы тек тотықтырғыш қасиет көрсетеді? Бұл жерде күкірт қышқылы, яғни H2SO4. 7-ші сұрақ. Алюминий гидроксиді қандай заттармен реакцияларда негіздік қасиеттерді көрсетеді? Натрий гидроксиді, тұз қышқылы, натрий сульфаты, яғни В варианты дұрыс, тұз қышқылы болады. 8-ші сұрақ. Кальций гидроксиді қандай реакцияда түзіледі дейді, яғни нәтижесінде пайда болған кальций гидроксиді бізде өнімді сұрап тұр. Яғни бұл жерде біріншіде мысалға кальций мен H хлорды әрекеттестіргенде кальций хлориді шығады, екіншісінде кальций гидроксиді шығады, яғни демек В варианты дұрыс. С вариантында кальций фосфаты түзіледі, Д вариантында кальций хлориді түзіледі. 9-шы сұрақ. Жүйедегі тепе-теңдікті оңға жылжыту үшін қысымды қалай өзгерту керек? Бұл жерде көмір қышқыл газы түзілген. А варианты дұрыс. Біз бұл жерде ұлғайтамыз қысымды өзгертуге. 10-шы сұрақ. Температураның жоғарылауы химиялық реакциялардың жылдамдығына қалай әсер етеді? Бұл жерде температураның жоғарылауы деп тұр, сондықтан ұлғайту болып саналады. А варианты дұрыс. 11-ші сұрақ. Осы молекулалардың қайсысында байланыстың полярлығы жоғары? H-фтор жоғары болып саналады. 12-ші сұрақ. Калий фосфатының ерітіндісінде қандай реакция ортасы бар? Қышқыл, сілтілі, бейтарап, амфотерлік. Бұл жерде В варианты дұрыс, сілтілі болып саналады. 13-ші сұрақ. Тотығу дәрежелері -4 + 2 + 4 болатын екінші периодтағы элементті көрсетіңіз деген. Бұл жерде С варианты дұрыс, көміртек. 14-ші сұрақ. Төмендегі оксидтердің қайсысы амфотерлі, яғни мырыш оксиді? С варианты. 15-ші сұрақ. Төмендегі диаграммалардың қайсысы орын басу реакциясын көрсетеді? Бұл жерде біріншісі қосылу реакциясы болады. Нәтижесінде H2O түзіледі. Екіншісінде H2O және купрум мыс түзіледі. В варианты бізде орын басу реакциясы болып тұр. С вариантында мыс гидроксиді және калий хлориді, яғни алмасу реакциясы болып тұр. Д вариантында ол да алмасу реакциясына кіріп тұр. Енді 2 балдық сұрақтар дейді. 16 мен 25 сұрақтардың аралығын барлығында 2 балдан беріледі. 16-шы сұрақ. Гидратталған кальций сульфатының
яғни гидратталған деген кезде ойымызға бірден су қосылған формуланы елестетсек болады. Осының салыстырмалы формуласы 172x-тің мәнін табу керек, яғни судың алдындағы коэффициентті табу қажетпіз. Бұл жерде В варианты дұрыс. 17. Төмендегі теңдеу ең кіші бүтін санының коэффициенттерін пайдаланып, дұрыс теңестірілген болса, коэффициенттерді қай қатар көрсетеді? 17-ші сұрақ, бізде А варианты дұрыс болып саналады. Коэффициенттерінде 1, 6, 3, 2 қоямыз. 18-ші сұрақ. Төмендегі реакциялардың қайсысында азоттың тотығу дәрежесінің өзгеруі ең аз болады? Бұл жерде жалғыз болса, элементтердің барлығында 0 болады тотығу дәрежелері. Біріншісінде қарасақ, оны жауаптан сызып тастаймыз, екіншісі, үшіншісінде сызып тастаймыз. Бұл жерде 18-ші сұрақта Д варианты болады, яғни 2 NO қосылған O2 нәтижесінде NO2 оксид түзіледі. 19-ші сұрақ, қозғалтқыштың пайдаланылған газдарында ең үлкен үлесте қандай газ бар? Бұл жерде ең үлкен үлесте қандай газ бар дейді? Көміртегі диоксиді болады, яғни В варианты дұрыс. 20-ші сұрақ, массасы 4,4 грамм көміртегі оксидінің құрамында қандай зат мөлшері бар дейді? Зат мөлшерін табу үшін массаны үлкен М-ге бөлеміз. Яғни 20-да Д варианты дұрыс, 0,1 моль. 21-ші сұрақ, реакция бойынша 2 моль тотықсыздандырғышпен әрекеттесетін тотықтырғыштың массасын табыңыз дейді. Бұл 21-де бізде Д варианты 16 грамм шығады. 22-ші сұрақ, натрий OH ерітіндісінің электролизі кезінде электродтарда қандай заттар бөлінеді? 22. Біріншісіне кірмейді, екіншісі кірмейді, үшіншісі де кірмейді. Д варианты дұрыс, H2 және O2 болады. 23-ші сұрақ, қай атомның тотықтырғыш қасиеті көбірек? Бұл жерде В варианты дұрыс, 2S2, 2P3. 24-ші сұрақ, жаңағы аммиак пен қышқылдардан аммоний тұзының молекулаларының түзілу механизмі қандай? Бұл жерде иондық болып саналады, яғни С варианты дұрыс. 25-ші сұрақ, өртті сөндіру үшін әдетте өрт сөндіргіштерде қандай газ қолданылады? В варианты дұрыс, бұл жерде көмір қышқыл газы. Енді бізде келесі 3 балдық сұрақтар бар. Ол 3 балдық сұрақтар 26 мен 30-дың аралығындағы сұрақтар болып саналады. 26. Берілген заттар, яғни темір хлориді, натрий нитраты, орта фосфор қышқылы, натрий сульфиді, кальций бромиді, күміс нитраты қанша заттар әрекеттеседі дейді. Бұл жерде 4 болып саналады. 4 зат әрекеттеседі. 27. Көрсетілген металдарды тотықсыздандырғыш қабілетінің кему ретімен орналастырыңыз дейді. Бұл жерде осын кему ретімен сразу дұрыс жауабын айта кетейін. Бұл жерде темір, кальций, қорғасын, алюминий, мыс, яғни 27-де В варианты жауапқа тура келіп тұр. Бірінші кальций, алюминий, темір, қорғасын, мыс болып саналады. 28-ші сұрақ. Иод газы сутегімен әрекеттескенде реакцияда тепе-теңдік 450 градус температура орнайды. Реакция экзотермиялық. Түссіз, күлгін түссіз жағдайлардың қандай өзгеруіне тепе-теңдік қоспаның күлгін түсі бозғылт болады дейді. Яғни бұл жерде әсер ететін фактор бізде қысым, температура, осы факторлардың қайсысы бізге әсер етіп тұр? Дұрыс жауабын табатын боламыз қазір. 28-ші сұрақта бізде температураның жоғарылауы, яғни күлгін түс бозғылт болады.
Д варианты дұрыс. 29. Кобальт изотопы ағзадағы қатерлі ісік жасушаларын емдеуге қолданылады. Бұл изотопқа қатысты тұжырымдардың қайсысы дұрыс дейді. Негізгі заряд 527, ядрода 33 нейтрон бар. Нейтрондарының саны кобальттың басқа изотоптарымен бірдей дейді. Енді бұл сұрақты Менделеев кестесінен көрсек болады. Бұл жерде А варианты дұрыс. 1 және 2. Негізгі заряд 527, 3 нейтрондардың саны кобальттың басқа изотоптарымен бірдей. Соңғы сұрақ қалды. 30-шы сұрақ. 2 грамм актастың 2 килограмм. Актас бізде кальций СО3, яғни кальций карбонаты. Құрамындағы қоспалардың массалық үлесі 5% болса, күйдіргенде сөндірілмеген әктің қандай массасы алынады? Яғни кальций карбонатын біз ыдыратып аламыз. Жауап 1-ден 0,6 килограмм болып саналады. Видео ұнаған болса, лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілдегі арнамыздың дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.